Менің 2 балам бар. Bir қызым, bir ұлым бар. Мен апаммен тұрдым, яғни енеммен, күйеуімнің анасымен тұрдық. 4 жыл тұрдық. 2019 жылдың июньнан бастап жұмыс жасап келатырмын. Рыскүл ханым, Шымкент қаласының представителі. Мен ол шақырды жұмысқа. Лоходрон, бұл пирамида, ертең ақша саласын, күйіп кетеді, ондай нәрсе болды. Мен оларға құлақ аспай, тек қана өзіме сендім, Аллаға тәуекел еттім. Бірінші болып Аллахқа дұға етіп, Аллахтан хайырлысын сұрап бастадым бұл істі. Көп халқымызда алдау бар негізі. Алдау, өтірік айту, пирамида деген жер бар ғой. Көп халық соған алданып қалғанда, мынау шындық нәрсені әкеп тұрса да, бұны өтірік деп қабылдайды да көбіміз. Мен алғашқысында ройға тіркеліп, жұмыс істеймін деген кезде күйеуім қарсы болды. Кейін рұқсат алдым, рұқсатын алып жұмысқа шықтым. Кейін уже уақыт өте келе ол кісі мені қолдап шықты. Үнемі дұға етіп жүретін, махаббаттарымыз негізі мықты еді ғой, біздің мықты ғой махаббатымыз. Мамыр айында 2020-ның оразада соңғы 10 күндігінде алдым. Қасиетті Рамазан айында алдым. Соған қуанып отырмын. Бірде-бір мақсатым менің негізі баспаналы болу, және ол баспана әншейін баспана емес. Кәдімгі үлкен мешіттің қасынан болса деп армандайтынмын да. Сол мешітті көргеннен сразу мен жүрегім жыз деді. Осы үйді таңдадым. Бірінші болып үйге кірген кезде мен кухнядағы терезеге бардым. Мешіт қалай көрінеді екен деп ше. Әдемі көрінеді екен. Сөзбен жеткізе алмайсың бұнда ше. Сенімім мықты болды. Арген мырзаға, Арген мырзаның қойған мақсаттарына сенімімді ақтады ғой.